Сәлем достар, сіздермен бірге Абай атындағы әмбебап кітапханасы және оның тұрақты жобасы Bookmix жобасы. Бұл жобада сіздерге біз арнайы жақсы кітаптарды, жақсы авторларды таныстыратын боламыз, жақсы кітаптар ұсынатын боламыз. Ендеше алдымызда келе жатқан үлкен бір қасіретті әрі қасиетті мейрам 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Өткен тарихымызды ешкім өшіре алмайды. Баршамыздың бабаларымыз сонау қаһарлы жылдары, 41-45 жылдары қан төккен, біздің аталарымыз соғыстың зардабын ауылда көрген, біздің әкелеріміз жетім қалған. Сондықтан да ол тарихтың барлығы да біздің елді де айланып өте алмайды. Кезінде Мұқағали айтқандай, сенің неңді аңсаймын, бала шағым, бұлдыраған айналаң аласағым, аласағым ішінде болашағың келешек алашағың. Сенің қандай аңсаймын тамашаңды, соғыс келді, жүрекке жара салды, қамқор тұтып қауқарсыз қарашалды, жүре бергем жастанып алашамды дейді. Бұл сол кездегі бүткіл бір буынның тарихы, бүткіл бір буынның қасіреті деп білеміз. Ал енді екінші дүниежүзілік соғыс деген кезде еліміздің даңқты батыры Бауыржан Момышұлын айналып өте алмайтынымыз белгілі. Ең бірінші даңқты батырымыздың атын шартарапқа жайған Александр Бектің «Волоколам тас жолы» кітабы болса, екінші өзіміздің жерлесіміз, майдангер, жазушы, қабырғалы қаламгер Әзілхан Нұршайықов болатын. Сіздер жақсы білетіндей, Бауыржан Момышұлы тек қана даңқты батыр ғана емес, сонымен қатар қаламы қарымды жазушы, қаламгер, ұшқан ұя, музей апасында көптеген романдардың, шығармалардың авторы. Ал Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» атты танымал шығармасы осы Бауыржан Момышұлының өміріндегі ақиқат һәм аңызға айналып кеткен қылықтары, оның ерліктерін жақсы суреттейді. Романның ең бір ерекшелігі, роман диалог ретінде жазылған. О бастан Әзілхан Нұршайықов пен Бауыржан Момышұлының арасындағы сұрақ-жауап ретінде бұл кісінің өміріндегі небір жұмбақты, небір ерліктердің қыр-сырын ашқан болатын. Бауыржан Момышұлы соғыста 5 рет жараланып, 2 рет өлімші болып жараланып, сонда да жаңағы үлкен соғыстарда, үлкен шепте майданның алдын бермей полковник болып, бүкіл елді басқарып, сол қан майданның қақ жүрегінде өткен батырымыз. Ендеше сол даңқты батырымыздың өмірін, ерлігін, оның рухын танығымыз келсе, сіздерге ұсынатын кітабымыз Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» кітабы. Ендеше кітап оқиық, білім көкжиегімізді кеңейтейік, кітапханаға келіп тұрыңыздар.